Ассалаумағалейкум достар, қалдарың қалай? Енді 2 апта YouTube'да жоқ болдым. Оның да айтар себептері бар, қуанышты жаңалықтарымда да бар. Енді достар, көп созбай, бірінші Авалонмен не болды, қалай болды, содан бастайық. Осындай жағдайда қазір тұр біздің Авалон. Енді зақым мына жеріне қатты тиген. Енді өздеріңе айтқандай сот қаралымы бізде қателеспесем бір 6 рет өтті соттың қаралымы. Енді соңғы жағында үмітті де үздік, біз ұтамыз ау деген. Бірақ бағымызға орай достар, біз сотты жеңдік. Енді бұйыртса жаңағы екінші тарап бізге жаңағы өздерін сақтандыру бойынша осының шығынын өтеп беретін болады. Енді осы көлікті толық жөндеп шығаратын боламыз. Әзірге мына жерде менің достар санаған шамамен есебім бар. Мысалы капоттың өзі бұған шамамен 150 мың теңге тұрады. Крылосы 70-80 мың теңге. Бамперді сол шама. Енді фара кеткен. Фара бұл жерде ең қымбатты детальдардың біреуінің өзі 80 мыңға жуық тұрады. Мынаны қараңыздар, решеткасы кеткен. Ішінде телевизор майысқан. Оның ішінде мына жерде бачоктары сынған, радиатор майысып тұр. Ал былай негізінде естеріңізде болса, соңғы роликте бұны көлікті Нұрбол інім айдап келген болатын. Өз ходымен келді, бірақ айтады, өте артық жаңа дауыстар өте көп дейді, тиіп тұрған, аяқ тұрған. Сонда да ақырын жаймен үйге бір нәрсе жеткізді. Міне қазір осы тұрсында тұр. Дөңгелегін жел шығып кеткен. Енді бұның тұрғанына да 2 ай болып қалды Нұрге. 2 ай болды ма? 2 айдан да асып кетті негізі осылай тұрғанына. Соттың өзі 2 айдан асық сот болды. Бұл одан да бетер. Оның ішінде 11 күн жаңағы айыппұлы тұрағында тұрды. Одан кейін үйде тұрды, алып келдік осының бәрі. Достар, негізінде бар ғой, қалай айтсақ болады, ешкім басына түсірмесін бұндай жағдайды. Жаңағы сот жүгіру өте қиын дүние екен. Адамды моральды түрде өте бір, қалай айтсам болады, басып тастайды екен. Соны түсіндім мен. Енді көп кісілер айтады ғой, ісің жаңағы полиция мен ауруханаға түспесін дейді ғой. Сол сияқты осындай күнге сіздер түспеңіздер. Осыдан сіздерді Құдай сақтасын. Осы достар, Құдай қаласа осы көлікті жөндеп, мына түрін танымай қалатындай қылып істейміз ғой, бұйыртса. Ал енді достар, өздерің көргендей, біз сотты жеңдік, ұттық. Енді оған қалай айтсақ болады, ең алдымен Аллаға шүкір. Енді ары қарай оны жөндейміз, істейміз, соның бәрін процесті мен көрсететін болам. Енді әзірге бізде қазір оған да уақыт кетеді. Жаңа страховой компаниядан ақша түскенше, оның құжаттарын өткізгенше дегендей, оның 2 апта нақты уақыт өтетін болады. Оған дейін енді тағы да басқа айтатын тағы бір жаңалығым бар. Жақсы. Біздің Toyota Camry кетті, өз иесін тапты. Қалай болғанын көріңіздер өздеріңіз. Үйден шықтық қазір. Бір клиент звондап жатыр көлікке. Қазір келіп көрейікші дейді. Видеодан бәрін көргенбіз дейді, машинаны білем дейді. Енді қазір соны көрсек, бұйыртса сол бағасына келсек, алып кетем дегенде ниет білдіріп жатыр. Енді қазір соған қарай шықтым. Енді жалпы данный момент, достар, менің реально қолым жетпеген жер, уақытым болмай жүрген жерім лобовой ғана қалды ғой. Лобовой треснутый. Оны жаңа телефонда айттым. Ана жігітке. Былай негізі бәр жер жақсы, ешқай жері жаңағы ходовой жағы бәрін істеп қойдық. Жалпы енді чек білмеймін не үшін жанып отқанын. Бұлардың бәрінде чек жанып тұрады камераларда. Осы лобовой ғана вложениесі тұр. Қалған бәр жері дұрыс. Енді айдап жүрміз. Қастай жерге тоқтайық.
Ассалаумағалейкум. Жақсы, аман есен. Сен бір тексеріп ал өзің жақсылап. Енді видеоға көп түсірмей қойсаң деп өтініш жасап жатыр. Тексеріп жүр өзі қарап. Мен видеоларымды көреткен, бәрін көреткен, соң біліп тұрып келіп тұрмын дейді. Енді негізі менің ойымда осы білетін, көретін адам кесе деген. Болмаса ана комментарийда жаңағы менің бір жақсы көретін хейтерларым бар ғой. Кім алады оны? Солай жаңағы осы көлікті осылай істей алатын адамдар бар, істей алмайтын адамдар бар. Оны соны айтып жатқан адамдар меніңше істей алмайтын адамдар деп ойлаймын. Содан кейін солай жаза береді. Болмаса жас балдар кішкентай, негізі кішкентай балдар да көп көреді. Сондықтан тексеріп отыр. Енді тексеріп болған соң бағасына келісетін боламыз. Шамамен енді менің өзімнің болған жаңа ескертіп айтқаным 5 дегем. 5-тен енді ары қарай сөйлесеміз сол жерде деп. Қазір көреміз достар, қалай келсеміз бәрін түсіретін болам. Бұл не конвертік мұның негізі? Иә, конвертік осы. Бұлдан бөлек тағы бір трубка жетпейді. Сол трубканы алсаң, кондер уже толық істеу керек. Ал қазіргі минусында сол, мен өзің байқадың ба жаңа? Данный момент машинада минус лобовой трещинасы. Осы, иә, лобовойды ауыстырсаң, и не бар тағы. Жалпы қысқы дөңгелектерін салып қойғам. Дистарды жаңадан алдым. Осылар бар. Болды, шамын негіз басқа жеріне енді. Мотор коробка жағдайы қалай? Жақсы ол, жақсы жүріп тұр. Жоқ, теппейді, нормально істеп тұр. Мотор енді, мотор по-любому май жейді. Мен өзім доливка жасап, доливка жасап жүрмін, кішігірім. Бірақ сол жағынан, реально айтқаным сол. Бірақ жұмыс істеу жағынан, тартыс жағынан бәрі жақсы. YouTube қарап бензин қойғанда тоже қуандым. Көріп ше, вообще әдемі болыпты. Мына линзаларын салып берді. Бекарыс деген жігіт салып берген осы линзаларды. Енді бұған енді біраз ақша салдық қой. Печкасын да істетіп қойдым. Печкасы зың. Бұл жағынан әңгіме жоқ. Қысқа дайын ғой былайша айтқанда. Ал достар, өздерің көргендей 4-7-ге келістік. Қазана көлікті тексеріп айдап жүр. Мен бұйырғаны осы достар. Негізі шамамен 4-те, ары барса 4-8-ге беремін деп ойлаған едім. Бірақ енді бар ақшам осы дейді. Енді барынша негізі қазір тез сату керек. Мынандай кезде клиент келіп тұрса, негізі саудасы келіп тұрса бере салу керек. Өйткені қазір көліктер өте баяу өтіп жатыр. Тем более менікі 2003 жылғы ол банкпен сатуға тура келмейді. Содан кейін бұлар одан да ұзақ тұрады қазір. Ал 2005-тен жоғары болған кезде Каспиймен болмаса басқа банктермен де тез сатуға болатын еді. Енді келіп тұрған жаңағы саудасы осы достар. Осыған да шүкір. Енді жалпы қалған пайда дейміз ба, болмаса менің еңбегім дейміз ба, шамамен 700-800 мыңның төңірегі. Оған да шүкір енді достар. 4 айға бөлсең дымда емес негізі. Бірақ соған да тәуба. Енді қазір аман есен келісіп, көлікті жаңа иесіне тапсырайық. Бәрін санадық, бәрін болдық. Енді бауыр, бұйырсын енді көлік. Жақсы. Енді егіліңе мін бұйыртса. Болды бауыр. Ризасың ғой әйтеуір? Ризам. Жақсы, бұйырсын көлік. Андышы. Аман бол. Давай. Ал достар, кетті көлік. Бұйырсын енді жаңа иесіне. Ертең барып, соңға барып, ескі нөмірмен техпаспортты өткізеді. Бәрін тапсырдық енді. Ары қарай енді жаңа нөмірін алып, бұйыртса енді қалада жүреді. Әйтеуір осы жобаны да аман есен бітірдік. Жаңа иесіне бердік. Достар, тағы бір рет айтайын. Жаңа кесілген жерлері екесе қалың темірлермен қатырылды. Ол бөлініп кетіп, жаңағы бейтіп деген әңгіме жоқ бұл жерде. Ондай болмайды. Біздің нарықтағы пәленбай көліктер осындай жағдаймен кесіліп, жаңағы варт етіліп, осындай болып жүр. Ол менікі ғана кесілген көлік емес. Көп көлік осындай. Просто оны біреулер білет, біреулер білмейді. Жаңа сатқан кезде біреу айтады, біреу айтпайды дегендей ғой. Менің енді бәрі көріп тұрған екен, сын жағынан енді өте қатты сынап жатыр. Енді неше, осындай көлік бұйырсын жаңа иесіне. Аман бол досым. Ал енді достар, менің бір соңғы айтар жаңалығым бар сендерге. Енді біреу білсе, біреу білмес, 1,5 ай болды көліксіз жүргеніме. Енді ана інімнің көлігін алам, болмаса ана досымның көлігін алам, әйтеуір
ағамның көлігін алам, орам демекші. Сондай моменттер болды. Бірақ енді шыны керек, өз көлігің болу керек екен. Сондықтан достар, оны Мерсті мен осыдан 1,5 ай бұрын саттым. Оған енді өзінің белгілі бір себептері бар. Сату керек болды, ақша қажет болды былайша айтқан кезде. Ал енді 1,5 ай өтті. Енді 2 аптасында оның көлік іздеумен жүрдім. Енді көлігімді өзіме іштей қалап жүрген бір болады ғой, бір адам өзі ұнатып жүрген көлік. Ішіндегі жаңағы комплектациясын бәрін ойлап жүрген көлігім бар еді. Тура сондай көлік түсті маған. Ал енді сол көлігімді көріп жүріңіздер. Бұл көлік маған қаншаға түсті? Қандай комплектацияда? Енді жүрісі қандай? Қорап, вариатор, ол қалай деген сұрақтар келуі мүмкін. Соған енді тізбектеп, бір-бірлеп жауап берсем. Достар, бұл жерде менің іздегенім 1,6 емес. Мен дәл маған қажеті 1,8 болатын. Енді вариатор қанша сатылды екенін білмеймін. Енді ол жағын қатты тексерген жоқпын. Бірақ біздің жақсы көретін неміз бар ғой, салыстыратын 140-да 2000 оборот ұстайды. Сол жағы мені қатты қуантты негізі. 1,8 мотор, бұған енді қалай айтсам болады, ракета ғой. Тартқанында ракета. 1,6-сын өзін білем мен, өте жақсы жүреді. Екеуінің айырмашылығы енді кәдімгідей бар, бір 20-30 аттық күшке бар шығар. Бірақ енді жүрісі жағынан өте керемет. Енді бұл машина ДТП болған ба, болмаған ба, сол жағын айтып жүрейін. Бұл машинамыз біздікін ДТП болған. Бұл өйткені 2013 жылғы көлік. Пробегі 218 мың. Ол енді жаңағы 9 жылға шаққан кезде, бүгінгі күнге дейін шаққан кезде жылына 24 мың, 25 мың жүрген деген сөз. Ал күнделікті шақсақ, жұмысқа барып келген көлік қой былайша айтқан кезде. Ал бұның жаңағы 100 мың, 150 мың деп тұрған пробегтеріне қатты сенуге болмайды достар. Ол меніңше, менің жеке ойым, ол айналдырған болуы мүмкін. Өйткені 2013 жылғы көлік мүмкін емес. 100 мың ғана жүру, өйткені 9 жыл өтіп кеткен жерге. Ал енді бұның комплектациясы 1,8 болғаннан кейін енді естественно дейді ма? Қалай айтсақ болады? Естественно қалай, Нұрик? Қазақша? Барынша. Барынша. Шынайы. Толық комплектация, push start, жаңағы полный электропакет, антизанос, шмантизанос деген нәрседен. В общем, өмірлік қажетті, жаңа қыста жүруге қажетті, жазда жүруге қажетті барлық дүниесі бар. Енді оны айта берсек, айта береміз, бірақ жалпы мен іздегенім толық комплектация болатын, дәл соны таптым. Ал енді достар, бағасына келетін болсақ, мен бұл көлікті 7 миллион теңгеге алдым. Енді нарықта салыстырып алатын болсақ, өте тиімді бағаға алғам. Өйткені бұның 1,6 жаңағы орта комплектацияларының өзі 8 миллионға таяп қалған бағасы. Енді сіздерге қалай бұл баға, соны міндетті түрде ойларыңыз астына қалдыра кетіңіздер. Енді толық комплектация болғанмен былғары жоқ, жай ғана матадан жасалған орындықтар. Сол жағы бір кішкене түсініксіз. Енді бұның класы сондай болу керек шығар. Сонан кейін ешқандай былғарсыз, жай ғана трафичный жаңағы нелер, орындықтар. Енді өзімен бірге келген Android, жаңағы осындай бір дүниелері бар. Жалпы көлік мен қалай айтсам болады, шамамен 1 жылдан асқан шығар осы көлікті көз астыма басып, ниет қылып алам деп жүргеніме. Мінекей достар, осы күнге де жеттім. Енді шыны керек іштей өте қуанып тұрмын. Бұндай көлікті де енді
басында ғана ниет болатын, қазір енді соның бәрі жүзеге асып осы көлікті алып тұрмын достар. Жалпы көп дүниесінде айтқым келіп тұрған жоқ. Жалпы көлік, жай ғана көлік. Бұл прям бір ауыз толтырып айтатын жаңағыдай бір спорткар емес, болмаса бір Camry 3-5 емес деген сияқты ғой. Енді осы көлік алдым, осымен жүреміз енді біраз. Бұл енді шыны керек, бір шамамен бір 2 жылға жоспарлап алған көлігім. Бұйыртса жүреміз деп ойлаймын, сатып жібермесек. Нарик. Нормальный баға біреу беріп қалса сатып жіберетін әдетіміз бар. Осы достар, енді келесі роликта бұйыртса Авалонға кірісетін боламыз. Авалонды жөндеу керек болып тұр. Енді ары қарай соны толық жаңағы мықты жағдайына жеткізетін боламыз. Енді осымен ролик аяқтаймыз. Барлығыңыз өтініш ерінбей лайктарды қойып, комментарийларды жазып кетіңіздер.